Ассалаумағалейкум. Қалайсыздар? Аллаға шүкір, өздерің қалайсыздар? Жақсы, аман-есен. Иә? Серік, мен ана бір ағам мекемеде жұмыс істеп жатыр еді. Иә, білемін ол. Соған маған бір жақсы ұсыныстар жасап жатыр еді. Қандай ұсыныс? Ана қоғамдағы әлеуметтік мәселелерді роликке шығарып, түсіріп, сондай да. Бірақ оның бір носы болып тұр. ИП жеке кәсіпкер деген құжаттарды тапсыру керек екен сол жерге. Мен де білесің ғой, ондай ИП не жоқ. Сен жеке кәсіпкерсің ғой, сенікімен тапсырып істесе қалай болады соң? Жоқ досым. Ондай тірліктерге мені араластырмашы. Оның ертең налогы, отчеты бар, мияшу көп. Басқа біреу өтініш жасап көрші. Басқа не қызмет? Басқа осы құжат іздеп жүрмін мен де. Жақсы брат. Кішкене асық ұстабам. Жақсы хабардамыз. Қалайсыз көке, амансыз ба? Дұрыс па жұмыс бәрі? Тазалық, алушылар, жұмыс қалай болып жатыр, дұрыс па? Саудаларың қалай? Сатушы қыз қалайсыз? Бәрі дұрыс па? Нариман бауыр қалайсың? Амансың ба? Шүкір, жақсы, өздеріңіз қалайсыздар? Тәубе, жүрсің? Жүргенбіз? Мен саудасын жүргізу келдім. Жоға. Азеке, бір ақылдасатын шаруалар бар еді сізбен? Бәрекелді, жүр. Тәбетке бар ақылдасатын. Басқа, бәрі дұрыс па? Жүріп жатырмыз. Ал, Нариман бауырым, кел, не шаруа? Азеке, мен бір ана роликтерді түсіруге тапсырыс салайын деп жатыр едім. Соған ана құжаттар тапсыру керек екен да. Сіздің ИП-іңіздің құжаттарын тапсырып, соны істесек. Білесіз ғой, менде ИП жоқ. Ол несі қиын, аша салайсың? Оған уақыт жоқ қой. Налогыға бару керек, налог тапсыру керек. Оны ашқаннан кейін ананы жүргізу керек, есеп, қисап, бухгалтер жалдау дегендей ғой. Ой, Нариман, сен заманның ағымынан қалып кетіпсің ғой. Міне ғой. Қазір барлығым мынаның ішінде ғой. Мынаны қара. Мемлекеттік кірістер комитеті 2022 жылдың 1 қаңтарынан бастап бүкіл ел аумағында жұмыс істейтін салық бизнес мобильдік қосымшасын әзірлеп іске қосты. Бүгінгі таңда қосымшаны 27 мыңнан астам кәсіпкер пайдалануда. Бұл мобильді қосымша бір қатар салық рәсімдерін әлдеқайда жеңілдетті. Жеке кәсіпкер ретінде тіркелуге, кассалық чектің орнына мобильді қосымшаның чегін беруге, қосымшада берілген чектер негізінде кәсіпкерлердің кіріс есебін жүргізуге, салықтар мен әлеуметтік төлемдерді автоматты түрде есептеуге, жалдамалы қызметкерлердің және олардың табыстарының есебін жүргізуге, оңайлатылған декларацияны тапсыруға, кәсіпкерлік қызметті оңайлатылған тәртіпте тоқтатуға мүмкіндік береді. Одан бөлек бұл мобильді қосымша ыңғайлы сервистер әзірлеуде. Олардың көмегімен салық органдарының жіберген хабарламасын алуға, бір төлем құжатымен бірнеше салық төлеуге, артық немесе қате төленген салықтарды алдағы салықтар есебіне жатқызуға немесе қайтарып алуға болады. Сондай-ақ бір қатар анықтамаларды да алуға болады. Мысалы, жеке кәсіпкер ретінде тіркелу туралы, оның және оның жұмысшыларының табысы туралы анықтамаларды ала аласың. Бұлардың барлығы талап етілген жерге ұсынуға арналған. Осылайша мобильді қосымшада жеке кәсіпкердің салық міндеттемесін орындаудың барлық өмірлік циклы қарастырылған. Және де бұл қосымшаны алдағы уақытта фермерлер мен шаруа қожалықтары да пайдаланатындай етіп, функцияларын кеңейтіп жоспарланып отыр. Түсіндің ба? Тамаша екен. Бұл қосымшаны қайдан алуға болады? Бұл тегін мобильдік қосымша. App Store, Play Market, App Gallery арқылы жүктеуге болады. Телефоныңда да жүктеп ал. Керемет екен. Рахмет сізге, Азеке. Жақсы. Айтпақшы.
айтқандай, салық комитетінің қызметкерлері салық азамат мобильді қосымшасын пайдалануға шақырады. Бұл мобильді қосымшасында жеке тұлғалардың салық міндеттемелерін орындауға арналған әртүрлі қызметтер бар. Мысалы, салықтарды банктерге бармай комиссиясыз төлеу, салық берешегін тексеру, артық төленген салықтарды есепке жатқызу, мүлікке, жерге және көлікке салықты тексеру және есептеу, салық объектілерін қарау, табыс салығы мен әлеуметтік төлемдердің қанша ұстап қалғанын тексеру, міндеттемелер туралы декларацияны ұсыну, мемлекеттік кірістер органдарына баруды онлайн брондау. Салық азамат тегін мобильді қосымшасын App Store немесе Play Market'тен жүктеуге болады. Авторизациялау тәсілдері туралы ақпарат мобильді қосымшада бар. Мемлекеттік кірістер комитетінің YouTube арнасында қосымшада жұмыс жасаудың бейне нұсқаулықтары орналастырылған. Қалай? Керемет па? Керемет Асеке. Көзің кәдімгідей ашылды ғой. Болды, қазір жүктеп аламын да іске кірісемін. Тынды ғой әйтеуір.